сайғылы телесерджелер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан бешімдікі саатқа бойлы мәлімат. Байрам акциясы. Незакетлі адамлар Дүлбер ханымларны 8 март байрамынен хайырладылар. Фашистерге қаршы көреш алып барған Осмур. Сарайлы Қият қасабасында крымский партизан Витя Коробков адлы фильм тақдим етілді. Лидеры России серлевалы Бутун Русия конкурсының финалистлері белі олды. Женби федераль округтан Қырым сакені ғалип чықты. Байрам күндері чоқтан чоқ чечек сатыла. Қырымлы қадын қызларға насыл гүлдестелер чоқча бағышланылай кен. Қадын қызлар үшін да бір бақшыш. Ақмезжете яраштырылған троллейбус қатнады. Бұл ведегер хаберлер ақта бізім яйнымызда. Сақат балаларыны ве бұрынжы группа доғма сақатларыны баққан руселелерге 2019 сенесі елінің бұрынден айлық төлевлер 10.000 рублеге де көтерілежек. Болеймерні Русия президенті имзалады. Русияның Девлет Думасы үшінші соңғы қовында интернетте жемаатны Девлет тымсалеріні ве Русия акиметіні ақаретлеген малюмат блок етілі вақта қанун лейқасыны қабыл етті. Весіқа қаретлей жеве фейк мәліматларыны оқылмасыны сынырламай оларыны белгілей. Евелері парламентінің ашағы палатасы екінші оқывда ялан мәлімат блок етілі вове оларыны дарқатқанларға пара жезасы тайынлену вақта қанун лейқаларыны қабыл еткен адам. Айны о заман Девлет Думасы екінші оқывда Девлет ақаретлену вой үшін жеза тайынленежегі ақта қанун лейқасыны да қабыл етті. Адалетсізлік юқ етілмелі. Қырым Жұмхұретінің Девлет шырасы іштимай тазминатлар бойынша қануни денішмелерін алғышлады. Бұне фақатчыларға төленген регионал яшеш минимумындан артқач паралардыр. Денішмелер тек ең аз пара алған нефақатчыларға дарқылажа қатырлатамыз. Евелері Русия президенті Владимир Путин федераль топлашуға мұражат еткенде Русияле нефақатчылар үшін индексация яшеш минимумындан устун олмалы деп бүлдірген адам. Бұл сененің бұрынжы айлары үшін төлевлер яныдан сайылып берілмек керек. Қырымның Девлет академик музыкаль театрында бұйық концерт кечірілді. Жұмхұретмазынан бір қадыны кележек байрамнен хайырладылар. Санада белі Русия жырajыларының герлары ве хош сөзлер янғарады. Қырым қадынларына өз тешекерлеріні Сергей Аксенов да бүлдірді. Слово «родина» – это тоже женского рода. Мама, жена, дочь, внучка, сестра. То есть это все то, что каждого мужчину вдохновляет на определенные действия. И по сути это каждый мужчина старается для своих женщин. То, что происходит сегодня, я имею в виду наш российский Крым, то, как развивается, во многом это благодаря вам, нашим женщинам. Концерт залында ярмадамыздың чешіт мөсеселері дареве шіркетлерінің қадимлері бұлындылар. Оларының сыраларында ұжалар, мөндеслер, бухгалтер ве құрғучылар барады. Базы қадынларының мүкафатларнен тақдирледілер. Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнің тешібюсынен флешмоб кечірілді. Оны незакетлі адамлар деп адладылар. Акция халқара қадын қызлар байрамына бағышланды. Ақмезжетінің меркезінде незакетлі адамлар Дүлбер ханымларға чечеклер бағышладылар. 5 ел евелсі бұл байрам тынч кечкені тамам бұл адамларнен бағлайды. Бұл күні чечек бағышланылмасы еріх вақыт хош келе. Ең сық бағышланған чечеклер насыл екен әжеба. Бұл суален бұзым телевизион тақымымызда мерақланды. Розы, которые будут украшать женщину ее улыбкой, красотой и любовью. Все цветы. Вот мне внук уже и зять поздравили даже, да, раньше времени. Так что очень приятно в вашем городе первый раз, нам очень понравилось. Тюльпаны, гиацинты, орхидеи разные. Ростов-на-Дону шерінде лидеры России атлы Бутун Русия конкурсының финалистлері Ильяна Тельда. Женби федераль округтан Қырым сакені Эмиль Зиадинов кечті. Конкурс иштиракчысынен мұхберлеріміз сөбетлештілер. Ой, яш ве мақсаткар. Ахмежет сакені Эмиль Зиадинов Қырымның нақлиет везірлігінде чалша. Конкурс ақта ештікенде күчіні сына бақмаға істеді ве финалға чықты. Бұл сене финал басамағында Бутун Русейден 200-ден зияде мемур иштирак етті. Эмиль Зиадиновның фікрінже тасир муафақиятли инсанын яшайшында мұйым қысымдыр. Образование надо получать непрерывно. То образование, которое получено 20 лет назад, оно уже должно модернизироваться и трансформироваться. Переподготовка и повышение квалификации – это неотъемлемая часть
сейчас любого современного человека. Білгілерінің аята құланылмасы қимет кесуінің эсас васталарından бірідір. Бұның үшін конкурс тешкілатчылары іштіракчілерінің стресс вазиетлеріне далдыралар. Более аларда лидерлік кайфиетлері пейда ола. Конкурс бір қач басамақтан ибарет. Башындан дистанцион сечіп ола. Нәтижелері яры финалда тазықламаға керек. Sonra іштіракчілер 27 группаға бөлінді. Бұндан сон тақым іштіракчілерінің ракетлеріне көре баллар қошылды. Программа была очень насыщенная. Состав участников был очень серьезный, потому что там выступали представители бизнеса, очень высокие ранги, которые занимают, были госслужащие. По итогам этих сложных и тяжелых процедур 25 человек попало во всероссийский финал, который пройдет в Сочи. Всего в финале будет участвовать 300 человек. Вот мы попали в число 25 от Южного федерального округа. Я был единственным представителем крымско-татарского народа и смог пройти финал, поэтому это было очень приятно. Бұл сененің финалчылары үшін да бір шарт олды. Олар мұтлақа иштимай лейхада иштирак етмелілер. Эмиль Зиядинов более лейха hazırlamak үшін қартлар евіні сечті. Так как я крымский татарин, я хотел сделать что-то хорошее для нашего народа. Мы посоветовались с руководством и спросили разрешения, нам пошли навстречу. Мы, это я говорю, я, моя семья, мои друзья, всех тех, кого я смог привлечь к этому мероприятию. Мы организовали для них такой мини-благотворительный концерт. Наши друзья, племянники, друзья родственников, детей, дети их, они выступили, детки рассказали стихи, станцевали, спели в национальных костюмах. Музыкант сыграл наши песни, спел их. Это было очень приятно. Лидері России деп адландырған конкурста әрбір іштиракчы ғалиптар. Яры финалға шыққанлар есе шақси идаре етіжі имканларының талиліні елде етежеклер. Финалға шыққанларға да 1 миллион рублей берілежек. Бұл параны тек тәсілге масраф етмеге мүмкін олacak. Хочется однозначно победить, но в то же время само участие уже дало большие плоды, начиная от каких-то связей, обратной оценки от организаторов, ну, само собой, получение образовательного гранта. Самое главное, это победители конкурса получат наставника из топ-руководства страны или госкорпораций. Идаре етежелер конкурсының финалы Сочи шерінде мартының 13-17 күндері Сириус ады тәсіл мерkezінде кечежек. Наджия Исаева, Руслан Минаев, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Рақамлар дерсі. Енді Қырым талебелері Жұмхуриетіміздің рақами ерішмелері ақта малюмат ала бөлейлер. Уақта Жұмхуриетіміздің ішкі саясет малюмат вебақ везірі Сергей Зырянов хабар етті. Мемур Ахмездетінің 14-ші санлы мектебінің 10-ші сынып талебелерінен көрішті. Укен сынып талебелеріне мевзуи видеоролик көстерділер. Рақами иқтисадиет ве суни зейіннің инкишафы ақта еді. Бұндан тағары малюмат топланылған Крым технология мерkezінде экскурсия кечірілді. Это просто машины, которые обрабатывают всю информацию, которая переходит, стекается в Республику Крым. И потом уже после этой обработки вся информация уходит в органы государственной власти, в органы исполнительной власти, в органы местного самоуправления. То есть максимально уже обезопасена и вычищена от всех вирусов. Витя Карабков Қырым партизаны болу ватан женкінде фашизмге қаршы көрешті елі қолған осмор партизан ақында фильмнің ады. Весиқалы фильмнің тақдимнамесі Ахмездет районының Сарайлықы яткөнде ерлі медениет евінде олып кечті. Ол Қырым алман фашист басқынжылардан құртаруының 75 елығына бағышлана. Тавсиятлы Джанев Бетекелев қамызда. Осень 1941 года. Бұл кадрлардан пионер Қараман Витя Карабков ақында фильм башлана. О Қырымда партизан әрекетінің тарихы ақында. Экранда Дженкнің уникаль архив планлары көстеріле. Дети сражались в партизанских отрядах наряду со взрослыми. Их вклад в общую победу бесценен. Дженк башлағанда Витя Карабков 12 яшында еді. О вақытлары оғлан язны артекте кечіреді. Лагерден о башқа шәрге қайты. Туфған кефені немселер бомбаладылар. Оғлан партизанларға ярдым етмеге башлады. Листовкаларны яйып, душманлар ақында малюматларны топлайды. Sonra есе бабасынен Қырым партизанларының шар бірлігіне кірділер. Кефені фашистлерден бошатылмаздан 2 hafta evvel Карабковларны немселер тұтып құршынладылар. Крымский партизан Витя Карабков – это первый фильм из цикла о детях-героях Великой Отечественной войны. Да, сейчас в настоящее время 2 фильма уже сняты, еще «Героизм по наследству» Аркадия Николая Каманина. Карабковлар баба ве оғлы ролюны казарьянлар ойнадылар. Аятта да олар баба ве оғыллар. Это был положительный герой, сильный. Он
внес большой вклад в историю войны. Весиқалы фильмнің тақдымнамесі Қырымны алман фашист басқыншылардан құртаруының 75 жылығына бағышлана. Фильм Русияның мәдениет әзірлігінің қол тұтуынен чықарылды. Роллерні актерларды гіл ади Қырым сакилері ижра еттілер. Побольше бы таких фильмов для подрастающего поколения. На сегодняшний день надо вырастить действительно людей-патриотов, патриотов своей родины, которые любят Крым, Россию. Витя Коробков ақында фильм бұл бала қарамалар ақында фильмлер сериясыдыр. Ондан да башқа бұл бүтін оғланлар ве қызларының адларының тарихе көрсетмек ве яш нәсілге оларының қараманлығы ақында тариф етмекінің имкандыр. Айша Шулакова, Магомед Несторов, Миллет үчін. Рекультивация бозылывы үшін пара жезасы. Қырым Жумхуриятның экология ве табиат ресурслар везірі Ижзияретінен Сақ районында бұлынды. Геннадий Нараев файдалы моделер чықарылығы бойынша карьерлерінің бақып чықты ве рекультивация ішлеріні тешкерді. Бақу нәтижесінде карьерлерінің бұрынде рекультивацион ішлері ичте кечірілмегені, амма техник лейхада бұл ішлер қайдетілгенін анықлады. Бөлі шекілде табиат ресурсларының инсафсыз құланған адамны пландан тыш тешкережеклер бұндан ғайры упара жазасыны төлейжек. Штрафы достаточно большие за непроведение рекультивации на юридическое лицо от 4 до 700 тысяч, на должностное лицо от 50 до 100 тысяч рублей штрафные санкции. Также нарушение лицензионных условий, опять же, влечет штрафные санкции. То есть нарушитель здесь наказывается практически дважды. Опять же, штрафные санкции на юридическое лицо от 300 до 500 тысяч и должностное лицо, по-моему, от 40 до 70 тысяч. Қырым Федераль университетінің аграр колледжлерінде оқуған студентлер өз профессиональ ұсталықларını таздық еттілер. Олар компьютер тестлері, инглиз тілінден тержімелер, екінліклерге кереклі мальземелер миқдарыны сайып чықмақ, қой қожалығында ішлетілген техниканың тамираты вет тракторны юксек севеде айдалмасы кыбы, вазифелерні қой, орман ве балық қожалықлары мевзусы бойынша кечірілген Бутун Русь олимпиадасында бежірділер. Я считаю, что особенность этого конкурса, она действительно в этом отношении более творческая, более продвинутая и более инновационная, поскольку все-таки конкурс, олимпиада профессионального мастерства. Мы будем говорить так, что профессиональное мастерство, в общем-то, заключается и в той совокупности всех знаний, умений и навыков, которые сегодня должны владеть наши специалисты, которых мы готовим, и достаточно высококвалифицированные они должны быть у нас. Олимпиада кечірілмесінің əsas шарты тетбірде иш бережілерінің olması еді. Олимпиаданың региональ қысымында көй қожалығы гидромелиорация ве механизация техникумының студенті Даниил Сабельников олды. О Москва вилетінде кечірілежек Бутун Русь олимпиадасының соңғы этапында Қырым Жумхуриятыны тақдим етежек. Сақ районының мерkezінде қойы тұтын. Бүгін Саба курорт шерінде ев янды. Янғын адамлар яшаған районда Саба саат 7:30-та башланды. МЧС даресінің қадимлері енді атешіні сондырдылер, бір кімсе зарар көрмеді. Кезлевнің радио яйнлавында технологик тенефюслер планлаштырыла. РТСП объектінде мартның 10 бұрынден 22-сіне же антенна тремелерінде ішлер кечірілежек. Менің формы даресінің мәліметіне көре тенефюслер саат 9-дан 17-ге же ола білеве аваға бағлы 1-2 күн девам етежек. Бүгін байрам арфесінде еркеклерінің чуқысы чечек сатын алалар. Бұл әрекетлерінен олар тек өз қадынларыны дегіл, чечек сатыжыларыны да қувандыралар. 8 март байрамына еркеклер темелі шекілде азырландылар. Гүл сатыжыларынен бізім ұғберлеріміз қоныштылар. Қалқара қадын қызлар күні арфесінде Ахмежитінің мерkezінде кечкен ер бір қадын чечеклерінен кете. Ябашқа түрлі оламаз. Сатыжылар есе осне бетінде муштерелеріні бош қайтармайып, оның кейфіні көстермеге тырышалар. Это полностью весь крымский цветочек, который выращен у нас в Крыму, но закопалась луковица в Голландии. Стараемся, чтобы цветы были подешевле, чтобы каждый мог купить своим женщинам. Бүгін чечеклер идаре ве ширкетлер қадемлері үшін сатын алына. Ярын туғанларға ве яқынларға алынажақ. Байрам арфесінде тек еркеклер дегілді, қадынлар да чалыша. Олар өз зинатының бөле чизгелеріне дарылмайлар.
Нет, все нормально, мы уже привыкли к своей работе. Стараются купить больше, лучше, красивее и, в всяком случае, не скупятся на цветы. Бойле байрам вакытында парлах чечеклерни сатмак ве алмак үчүн бір кач кануний шарда бардыр. Роспотребнадзорети бір истисалчы үчүн беле бір кайделер тызды. Нужно обязательно обратить внимание потребителю на то, чтобы стебель был не сухой, а все-таки живой, цвет был насыщенный, зеленый, чтобы бутон был полностью не раскрытым, потому что, как правило, раскрывшиеся бутоны свидетельствуют о том, что цветок уже долго хранился, да, и в вазе он будет стоять, скажем так, мало времени. Если они декорированы чем-то, то это должно вызвать сомнения, да, как правило, цветок этот не свежий, его пытаются продавцы приукрасить, дабы продать потребителю в том виде, который он может приобрести. Ажайып бар күнлері ең чоқ сатылған чечек бұл әледір. Бір чечекнің фияты 100 күмішке же ола біле. Классик варианты ise гүл чечегі. Оның бір данесі 120 күміш тұра. Амадүлбер қанымларының тебесімлері ве бақтлы көрініші вақыт хеметсіздір. Эльмас Аблакимова, Руслан Минаев, Владислав Кравцов, Милет Ичун. Ичкі ішлер везерлігінің қадимлері епсі қадынларына халқара қадын қызлар байрамын хайырладылар. Қанун құруджилары Ақмесжет шерінің авали маңында музыкаль бақшыш азырладылар. МВД идаресіндегі медени меркезінің теркібі Қырым қадынлары ве ярмада мұсафырлері ичун мешур есерлеріні ижра еттілер. Бұл вақытта Дүлбер ханымларға чечеклер де бағышлады. 8 март байрамы себебінден Ақмесжет бойлап байрам троллейбусы қатнай. Мында хусуси ташыт салонына кірген бір қадыны чечек ве бақшышларнен қаршылайлар. Елжы қадынларының дұйғыларыны бозы мұғберіміз Мухаммеди Киряевда көрді. Мына бірінші елжу да троллейбусқа кірді. Эмилия Амзаева Будульбер безетілген автобус ішіне қуанчнен көтерілі. Венафиле дегіл, чөнке оның бүгін доғылған күні. Эмилияны чечеклерінен қаршыладылар ве бірден екі байрамнен қайырладылар. Спасибо большое за цветы, все очень классно. Эпсі елжылар байрам рейсінден тәжіпленділер. Ольга Самулева бойлен ақлиет ішінде бірінші кересі кезе. Неожиданно и очень приятно. И всем мужчинам спасибо, всем, кто это организовал, спасибо. Женщины довольны. Байрам троллейбусы янында фото yapmağa ve onun içinde yolcu olmağa bir insanın imkanı var. Tek aşığınız троллейбус tek 3 gün devamında yürüyecek. Все желающие, кто хочет получить, как говорится, сюрприз и подарок, приглашаю в наш троллейбус, как говорится, и вам будет хорошо, и нам. Совместно с профсоюзной организацией организуем это мероприятие. Это, в принципе, недорого. У нас есть, как говорится, партнеры, которым помогают. Ну и цветы, и все остальное мы вместе с профсоюзной организацией это все, как говорится, делаем. Крым троллейбус шеркеті үшін ел 8 март байрамынан ақлет вастасыны безетмек, гүзел бір анане ұлғандар. Мухаммеди Киряев, Эрвин Амиралиев, Милет үшін. Бұл сізлеріні Эркун Қырымның ең актуаль хаберлерінен таныш етеміз. Егер сізні бір меселер атсызласа, яда іштемай жеттен мойым ирішменіз олса, бұзым қызметімізге хабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіз. Шымдылек бұл мәліматларының епсі еді кележек хаберлер программасыны қачырманыз. Бізіле олыңыз.